Баршаңызға сәлем. Біз сіздермен бүгін need тақырыбын өтетін боламыз. To need қажет деген мағынаны білдіреді. Қай кезде қолданамыз? Мысалы, маған алма қажет, маған жүгіру қажет деген секілді зат есімдерге және де етістіктерге қолданамыз. Ол үшін әдеттегідей ең алдымен есімдіктерімізді жазып алайық. Сонымен олар I, you, we, they, he, she. Енді need жалғайтын кезде біз I, you, we, theyге need, ал he мен sheге needs жалғаймыз. Яғни needге s жалғауымыз қажет. Мысалы, маған алма қажет. I need an apple. Маған көйлек қажет. I need a dress. Жалпы бұлардың барлығы бізде зат есім болып тұр. Енді сын есім алатын кезде to артиклін қолданамыз. Яғни, маған жүзу қажет болатын болса, I need to swim деп айтамыз. Және маған жүгіру қажет, I need to run. Кез келген есімдіктерге осылай жалғаймыз. Енді болымсыз түріне келетін болсақ, I, you, we, they. Don't ал he мен sheге doesn't жалғаймыз. Сонда маған алма қажет емес. I don't need an apple. Саған көйлек қажет емес. You don't need a dress. Бізге жүгіру қажет емес. We don't need to swim. Енді he мен sheдегі s doesn't-қа өтеді де need өзі қалады. Сонда ол балаға алма қажет емес. He doesn't need an apple. Ол қызға көйлек қажет емес. She doesn't need a dress. Етістікке де дәл солай жасайтын боламыз. Ал енді сұрау түріне келетін болсақ, онда do және does көмекші етістіктері сөйлемнің алдына шығады. Сонда маған алма қажет па? Do I need an apple? Саған көйлек қажет па? Do you need a dress? Бізге көйлек қажет па? Do they need a dress? Ол балаға жүгіру қажет па? Does he need to run? Ол қызға жүгіру қажет па? Does she need to run? Сонымен зат есімге n және артиклдерін жалғасақ, ал етістікте бізде to жалғаймыз. Сонымен бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сабақ сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақты жіберіп алмас үшін каналыма тіркеле кетіңіздер. Кездескенше, goodbye!